Достар, қазір бізде қысқа демалыс. Мен қысқа демалыста не істерімді білмеймін. Мен теледидарды да қарап, мен телефонды да қарап болдым, теледидарды да қарап болдым. Дегенмен менің ішім пысып кетті. Мен қазір сыртқа шыққым келіп тұр, достар. Ендеше қазір сыртқа шығамыз. Достар, сыртқа шығу үшін ең алғаш киінуіміз керек болады. Ендеше біз киінеміз. Міне, достар, мен қазір қызыл күртешемді киіп жатырмын. Қызыл курткамды. Қазір сыртқа шығатын боламыз. Менің бас киімім. Мінекей, достар, қазір сыртқа шығатын боламыз. Міне, достар, мен қазір сыртқа шығып бара жатырмын. Мен қазір міне сыртқа шығып бара жатырмын. Бізде қазір дала көп қар емес. Дегенмен бізде қазір қаңтар айы, яғни январь. Қаңтар айында неше түрлі қызықтар болады. Ол қызықтарды айту мүмкін емес. Дегенмен демалыс, яғни жаңа жылдан кейінгі демалыс. Бізде қызықсыз өтуге ешқандай қызықтар жатқан шыққанда жасайтын еш нәрсе жоқ, ойнайтын қыздар да жоқ. Мен ішім пысып кетті. Көліктер өздерінің қазір қар бар. Қарды мысалы қарап мен сіздерге айта кететін болсам, қысқы каникулда үйде отырып өткізуге болады. Дегенмен үйде отырып ішім пісіп кететін болса, ішіңіз пісіп кететін болса, яғни сыртта да ойнауға болады, достар. Міне бізде қазір қар. Осы қармен ойнауға болады, яғни мен қазір қасымда ешкім жоқ. Бұл себепті ақталада ешкім үйде ойнай алмаймын. Дегенмен өте жақсы тұр сырттың ауасы. Былай жалпы дала жақсы. Дегенмен алдыңғы жылда біз яғни көптеген қызықтармен өткізген болатынбыз. Қазір дымда қызық жоқ. Бізде қазір мен сіздерге Сырғанаққа барамын. Қызық Сырғанаққа барамыз. Міне, достар, мына біздің өзімізше Сырғанақ екен. Мен қазір Сырғанақ күтіп тұрған жоқ. Құлап қалып бір жерімді ауыртып алсам қиын болады. Неге? Достар, каникулдың бітуіне бізде 2-ақ күн қалды. Осы қалған 8 күннің ішінде менің ішім пісіп кетті. Қарда интересно, но кішкене достарым жоқ болғасын қызық емес. Қазір мен сыртта ерігіп жүрмін. Інілерімнің барлығы үйде телефон ойнап жатыр. Дегенмен сыртта өткізген қызығырақ, яғни мұз, қар, ақбала, ақшақар, достар, егер де сіздер қысқы каникулда, яғни қысқы каникулда қалай өткізетініңізді, яғни іш пыстырмай өткізетінін ойлап тапсаңыздар, оның комментарияна міндетті түрде жазыңыздар. Сау болыңдар, достар. Бай-бай.